Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тез дайындалатын нәзік 5 минуттық салатын жасалу жолымен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге қияр қажет болады. Құрметті көрермендер, осы YouTube каналымда тұрақты түрде жаңа рецепттермен бөлісемін. Сондықтан каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Тіркелу үшін төмендегі подписаться кнопкасын бассаңыздар жеткілікті. Мен бұл салатты тек бір тарелкаға салатындай етіп дайындап жатырмын. Егер сіздерге бірнеше жерден осы салатты салу қажет болса, онда қажетті заттарды көбейтіп қосасыздар салатқа. Қиярды турады, мен ыдысқа саламын. Содан кейін 2 қызанақ алам. Қызанақты да 4 бұрышты етіп тураймыз. Егер сіздерде үлкен қызанақ болса, 1 қызанақ қосуға болады. Сақтап тураймыз. Дайын қызанақты да ыдысқа саламыз. Содан кейін краб таяқшаларын тураймыз. Әрине 4 бұрышты етіп тураймыз. Барлық қажетті заттарды 4 бұрышты етіп тураймыз. Краб таяқшаларында ыдысқа саламыз. Содан кейін піскен 2 жұмыртқаны қосамыз. 2 жұмыртқа қостым, 4 бұрышты етіп сақтап тураймыз. Сонымен қатар, құрметті көрермендер, осы каналымда өте көп салаттардың рецептілері бар. Осы видеоның оң жағында папка тұр, салаты деген. Сол жерге кірсеңіздер, көптеген салаттың рецептілерімен бөлісем. Салаттың ең артына сухарики қосып, майонез салып, жақсылап араластырамыз. Сухарикиді, салатты дастарханға қойған кезде салсаңыздар болады, себебі алдын ала сухарикиді салатқа салсаңыздар езіліп кетеді. Салат дайын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Баршаңызға ас болсын.